Сәлем достар, баршаңызға. Бүгін сіздермен өте тойымды болатын тефтели жасаймыз. Ол үшін бізге фарш керек болады. Менде жылқының етінен жасалған фарш. Өз қалауыңыз бойынша қоса беруіңізге болады. Және де үккіштен өткізілген сәбіз, пияз, картоп және жуылған күрішті салып, жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұз, бұрышын қосып, жақсылап араластырамыз. Енді дайын болған фаршымызды домалақ формаға келтіреміз. Барлығын домалақтап болдық. Енді табамызды дайындаймыз. Табамызды алдымен жақсылап майлап алып, тефтелиларымызды жайлап қоя бастаймыз. Ал енді барлық тефтелиларымызды қойып шықтық. Олардың арасына енді шұқалап туралған картошкаларымызды орналастырамыз. Картошкаларымызды тығыз етіп орналастырдық. Енді соусын дайындаймыз. Соус үшін бізге 2 қасық қаймақ және 1 қасық томат қажет. Осыларды араластырып, үстіне 200 грамм су құямыз. Қоспамызды тефтелиіміздің үстіне қосып, 1 сағатқа қызып тұрған пешке қойып аламыз. 1 сағат болды. Пешімізден алдық. Енді оның үстіне үккіштен өткізілген сырды сеуіп шығамыз. Толықтай барлық шетіне жететіндей қылып, сырымызды сеуіп шығамыз. Оның бетіне аздаған аскөктерді сеуіп, 5 минутқа пешке салып аламыз. Ал тамағымыз дайын болды. Менде аздап қызарыңқырап пісіпті. Бірақ дәмі өте керемет. Жасауға кеңес беремін.